Қаржылық мониторинг агенттігі Шымкент қаласы бойынша департаменті капитал атауымен инвестициялық платформа ретінде жасырын әрекет еткен қаржы пирамидасын ұйымдастыру фактісі бойынша тергеп-тексеру жүргізуде. Тергеу амалдарына сай, күдікті әлеуметтік желілер арқылы азаматтардан 20 мыңнан 500 мың теңгеге дейін қаражат тартып, 3-5 күн ішінде салым сомасын 30-дан 50%-ға дейін жоғары табыс уәде еткен. Жаңа қатысушыларды тарту үшін психологиялық әсер ету тәсілдері қолданылған. Атап айтқанда, жылдам табыс туралы уәделер мен уақытпен шектелген ұсыныстар арқылы азаматтар қаржылық тәуекелдерді толық бағаламай шешім қабылдауға итермеленген. Алайда уәде етілген табысқа кепілдіктер тек ауызша беріліп, нақты кәсіпкерлік қызметпен немесе қандайда бір шарттық міндеттемелермен қамтамасыз етілмеген. Шын мәнінде салымшыларға төлемдер жаңа қатысушылардан түскен қаражат есебінен жүргізілген. Нәтижесінде қаржы пирамидасына 900-дан астам салымшы тартылып, жалпы салынған қаражат көлемі 700 миллион теңгеден асқан. Тергеп-тексеру жалғасуда. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді. Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды сақ болуға және қысқа мерзімде жоғары табыс уәде ететін күмәнді жобаларға ақша салудан бас тартуға шақырады. Инвестиция жасамас бұрын ұйымның қызметінің заңдылығын және тиісті рұқсат құжаттарының бар жоғын мұқият тексеру қажет.